Бикештер, маусым айында сіздерде 8-ші салаларыңыз өте активті болады. Бұл дегеніміз көлемді қаржылар, көлемді бір табыстар табу үшін мемлекет тарапынан, жарыңыз тарапынан, жұмыс берушіңіз, бір таныстарыңыз арқылы үнемі ақша қарастыру. Емделуіңізге, жұмысқа тұруыңызға, басқа бір елдерге шығуыңызға, осылар үшін бір тер төгетін боласыздар. Ойларыңызда, фокустарыңызда тек осы тұрады. Әрине, өзге адамдар секілді сіздер де ел көріп, жер көріп қыдырасыздар, көңіл көтересіздер, бұрынғы адамдарыңыз кездестіресіздер, махаббат кездестіресіздер. Себебі 8-ші сала бұл үлкен көлемді бір жоспарлар, үлкен көлемді қаржылармен жұмыс жасау, кредиттер, субсидиялар, немесе қарызға бересіз, немесе бұрынғы қарыздарыңызды қайтарасыздар. Және дәл осы жерде бір махинациялар, немесе бір документтер толтыруда, құжаттар толтыруда, өзге адамдардың сөзіне сеніп қалуда, немесе бір ауруыңызда бір диагноздарды анықтауда бір шатасулар болуы да мүмкін. Осыдан абай болыңыздар. Себебі тура соның ортасында сіздер жүресіздер. Себебі сіздердің белгілеріңізде дәл осы махинациялық ғаламшар болып табылатын келесі мынау таразы белгісіне жақындау өтеді. Ең соңғы шығатын кезеңде міндетті түрде сіздерге бір проблемаларды алып келетін болады. Бір қаржыңыз төлей алмайтын боласыз, бір адамдарға уәде беріп қойып, оны орындай алмайсыз. Былайынша айтқанда, сіздің абыройыңызға нұқсан келуі мүмкін, немесе өзіңізді бір кінәлі сезініп қалуыңыз мүмкін. Құжаттар толтыруда, тіпті мына махаббатта да солай болады. Өзіңіз туралы бір өсек аяң естуіңіз мүмкін, немесе құрдан құр бір жүретін қызыңыз, немесе жігітіңіз, күйеуіңіз, әйеліңіз туралы да теріс ақпараттарды естуіңіз мүмкін. Онан соң 20-сынан бастап шаянға күн ғаламшар өткен кезеңде сіздерде өзіңіздің адамдарыңыз қасыңызға жинай бастайтын боласыз. Өзіңіздің бір командаңызды құратын боласыз, немесе бір одақтар құрасыз. Онан соң 22-ші маусымда айдың толуы болады. Ай толғанда үнемі осы кезеңге дейінгі жүгірген мәселелеріңіздің, істердің толатын кезеңі. Бір ақшалар түседі шоттарыңызға, немесе бір үйіңізге әдемі заттар сатып аласыз, қасыңыздағы жарыңызға, жігітіңізге, қызыңызға, немесе өзіңізге бір сыйлықтар жасайсыз, үлкен көлемді. Және үйіңізге бір ремонттар жасау, жер сатып алу, фундаменттер құю, жаңағы әкеңіздің, анаңыздың туған жерлеріне бару, осындай кезеңдеріңіз болады. Себебі ай толғанда ең кульминациялық жоғарғы нүкте айдың толуыменен жап-жарық болып шешімдерде шығады.